Агроэкспорттан ең көп табыс табатын топ 5 ел, яғни өз ауыл шаруашылығы өнімдерін басқа елдерге сатып көп ақша табатын мемлекеттер. Ал видео соңында Қазақстан агроэкспорттан қанша ақша табатынын айтатын боламын. Сонымен 5-ші орында Франция. Жылдық табысы шамамен 85 миллиард доллар. Еуропаның гурман орталығы. Француздар санға емес сапаға жұмыс істейді. Басты табыс элиталық шараптар, қымбат ірімшіктер мен бидай. Бір бөтелке шараптың өзі елге $100 пайда әкелуі мүмкін. 4-ші орын Германия. Жылдық табысы шамамен 95 миллиард доллар. Немістер шикізатты сырттан алып, қайта өңдеп, қымбат бағаға сатудың шебері. Басты табыс сүт өнімдері, дайын ет өнімдері және кондитерлік өнімдер. Құны жоғары қосымша тауарлар есебінен ұтады. 3-ші орын Нидерланды. Жылдық табысы шамамен 135 миллиард доллар. Кішкентай ғана мемлекеттің мұндай сумманы игеруі нағыз феномен. Бұл ел жер көлемі бойынша тізімдегілерден 100 есе кіші, бірақ ең көп табыс табатын үштікке кіреді. Басты табыс гүлдер. Әлемдік нарықтың 60% осыларда. Сонымен қатар қызанақ, тұқымдар және агротехнологиялар. Агро өнімдердің гектарына шаққандағы пайдасы бойынша әлем чемпионы. 2-ші орын Бразилия. Жылдық табысы шамамен 166 миллиард доллар. Соңғы жылдары қарқынды дамып, Нидерландыны басып озған алып мемлекет. Әлемдік азық-түлік бағасы осы елге тікелей байланысты. Басты табыс соя бұршағы, қант, кофе, сиыр және тауық еті. Қытай нарығын азық-түлікпен қамтамасыз ететін негізгі серіктес. Егер сіз агро-контентке қызығатын болсаңыз, Агромен парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Америка Құрама Штаттары. Жылдық табысы шамамен 190 миллиард доллар. Агробизнестің абсолютті патшасы. Экспорт көлемі жыл сайын рекорд жаңартады. Басты табыс жүгері, соя, сиыр еті, мақта және жаңғақтар. Америка фермерлері ғылым мен техниканың арқасында осындай қомақты қаржыны тауып отыр. Ал Қазақстан агроэкспорттан жылына шамамен 5 миллиард доллар пайда табады.